Ерлік пен елдіктің өшпес рухы. Дархан даланың төсінде тұяғы тасты уатқан тұлпарды тақымдап, ұлтының азаттығы үшін отқа түскен асыл ерлер аз емес. Сан ғасырлық тарихымызға көз жүгіртсек, халық аңсаған арманына жеткізуге талпынған талай тұлға алдыңнан атойлап шығады. Есімі елдің есінде жаңғырған баһадүр батырымыздың бірі һәм бірегейі Исатай Тайманұлының туғанына биыл 230 жыл толып отыр. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы қарсаңында мәні мен маңызы зор тойды атаусыз қалдыру елдігімізге сын болатыны сөзсіз. Тайманұлы Исатай батыр да тәуелсіздікке ұмтылған, азаттықты аңсаған халықтың ұлы перзенті еді. Исатай 1791 жылы Тайсойған құмы, Тайман жалы бұйратында туған. Әкесі Тайман, шешесінің есімі Нарибала. Исатай Тайманұлы Бөкей ордасы мен кіші жүздің батыс бөлігінде болған азаттық көтерілісінің басшысы, халық батыры. Кіші жүз байұлының беріш руынан. Жоңғар шапқыншылығы кезінде атағы шыққан Ағатай батырдың ұрпағы. Исатай Махамбет көтерілісі тақырыбынан еркіндік, азаттық жолында жорыққа шыққан ерлердің төзімділігі, қайтпас қайсарлығы, қаһармандығы жастарға үлгі, ұрпаққа мақтаныш. Біздің мақсатымыз өз отанын сүйетін, елін, жерін қастерлейтін бәсекеге қабілетті ұрпақтың өмірге сенімділігін арттыру. Бабаларымыздың көксеген қасиетті тәуелсіздігін нығайтуда азаматтық қабілетін күшейту. Халқым көрген қорлыққа, хандар құрған зорлыққа, ақ жүрегім тебіренді, ер көңілім желденіп, ақсүйектің баласын қарулына теңгеріп, қоңыраулы найза өңгердім. Исатай Тайманұлының халқына, еліне, жеріне деген сүйіспеншілігін осы өлең шумақтарынан аңғаруға болады. Исатай нағыз жауынгер, ержүрек батыр. Ол өте батыл болуымен бірге барынша тәуекелшіл. Осы қасиеттерімен көне түркілік өмірдің, түркілік мінездің ерекшеліктерін еске түсіреді. Қандай жағдай болса да, ат үстінде жүретін, әп сәтте дұшпанмен шайқасқа дайын тұратын, алған бетінен қайтпайтын, өшпесе өлгенше қоймайтын, қай кезде де өзін еркін ұстайтын түркі азаматының қабілетін көрсеткен. Шернияз ақын батырдың болмысын былайша мінездеген. Сағынам аузыма алсам Исатайды, ер тумас ендан адам мұндай жайлы, қарадан халық сүйіп ханым деген жігіт еді, төре тұрманы түгел сайлы. Исатай ділмар еді топтан озған, нар еді бәйтерекке басын созған, ер тумас ел бағына Исатайдай, мінезі тура еді, туған еді. Исатайды найза өңгерген, жаудан беті қайтпаған көкжал батыр деп түсіну бір жақты. Оның батырлығы қандай болса, көсемдігі де сондай. Көтеріліс басшысы Исатай Тайманұлы басынан өткен көптеген ауыр әрі қауіпті оқиғаларға мойымай, асқан қайсарлық көрсетіп, өз жауларымен өмірінің ақырына дейін алысып өтті. Тек Исатай ғана өлгенінше көпті соңына ерте алды. Исатай батырды ұлы қазақ халқы тарих сахнасынан өшірмей, оның өмірінен үлгі алған жас ұрпағы тәуелсіздік болашағын кепілі болып саналады. Исатай өлшеусіз ерліктің символы. Исатайдың батырлығы мен батылдығын өз ұрпағымыз бойынша көріп, елі үшін жанын қиған батырдың халық алдындағы қадірін біле жүрейік. Ел құрметіне бөленген есімдер жүрегімізден мәңгілік орын алады.